Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін Дәке мен Моля есімді ғашықтардың басынан өткен қызықты оқиғасын айтып беретін боламын. Видео басылмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Дәке есімді 18 жасар жігіт инстаграмды ақтарып отырып, бір кезде Моля есімді қыздың инстаграмын көріп қалады. Сөйтіп не керек, әшейін қызыққа жаза салайын деп, оның инстаграмына «Привет, қалайсың? Танысуға бола ма, жақын араласып отырайық» деп жазады. Сөйтіп енді Моля да енді Дәкенің инстаграмын көріп, әдемі фотоларын көріп, жақсы жігіт сияқты сөйлесіп көрейін деп жауап береді. «Привет, қалайсың? Жақсы, танысайық» деп. Сөйтіп енді Дәке енді әшейін жаза салған ғой, енді просто болар болмас деп. Сөйтсе ол екеуі кәдімгідей танысып, сөйлесіп, кәдімгідей. Сөйтіп арада бір жыл өтеді енді. Сөйтіп Дәке енді Моляға енді бір құпиямен бөлісейін дейді. Мен негізі сенімен танысқанда жасым негізі мен саған 25-те деп айтқанмын. Негізі менің жасым осы жылы 19-ға толды. Просто сенің жасың үлкен екен, мен соған қарамастан сені қатты ұнаттым деп кәдімгідей Моляға бар шындықты айтады. Сөйтіп Моля енді Дәкенің алдағанына шыдай алмай енді екеуі деген кәдімгідей ұрысып, ренжісіп қалады енді. Сөйтіп ұрысып ренжісіп бір 2-3 күнде сөйлеспей жүреді. Сөйтіп не керек, Моля қатты ренжігені соншалықты енді ауылына қайтып кетеді, енді қаладан ауылына қайтып кетеді. Ауылына барған сәтте оның бір бұрынғы класстас жігіті Моляны жігіті жоқ шығар деп оны алып қашып кетеді үйіне кәдімгідей. Сөйтіп барса Моля деген жылап, мен негізі жігітім бар болатын, мен саған по-любому үйленбеймін, мен ол жігітті жақсы көрем деп жаңа класстас жігітіне кәдімгідей жылап айтады енді. Сөйтіп жаңа класстас жігіт те ойланады енді Моляның, мына қызды бұзбай қояйын құрсын, сірә ол мені ұнатпайды екен деп, сөйтіп қайтадан обратно үйіне әкеліп тастайды. Енді Дәке енді Молямен ренжіскеннен кейін мана енді Моляны алып қашқанын біліп қояды енді. Сөйтіп қатты ашуланады енді. Бірақ енді іштей бір нәрсе жібермей тұрады енді ана Моляға жазуға, бетіп хабарласуға. Сөйтіп Дәке енді оған хабарласпай үшін хабарсыз кетеді. Моля енді Дәкеге реніші басылып енді Дәкені қайтадан ұнатып, оны сүйеді кәдімгідей сүйеді енді. Сөйтіп арада біраз уақыт өтеді енді, бір 3 ай өтеді. Сөйтіп Моля Дәкеге хабарласады. «Привет, қалайсың Дәке? Мен сені шынымен сүйем. Мені естіген шығарсың мүмкін, мені алып қашқан еді, бірақ мен сені таңдап сол жігітке тұрмысқа шықпай енді сені күтіп отырмын» деп. Ал Дәке болса енді сөйтіп бұны естіген Дәке енді бір мынау мені мазақ қылып тұрма деген ішіне ой келіп енді Моляға давай мен сенімен сөйлеспеймін енді, сен менің өмірімнен кеттің енді деп, мен сені жібере салдым деп. Сөйтіп телефонды басып тастайды енді кәдімгідей. Сөйтіп екі ғашық екі жақта жүреді енді, екеуінің де жүрегі жаралы, екеуі де бір-бірін ойлап енді. Екеуі де бірақ шын сүйеді, бірақ екеуінің де опасыздығы бір-біріне қатты батқан соншалықты екеуі бір-біріне жазбай жүреді енді. Сөйтіп арада бір жыл өтеді енді. Сөйтіп екеуі кәдімгідей есейген, кәдімгідей жүреді енді. Сөйтіп бір күні ол екеуі қалада кездесіп қалады. Қалада кездесіп енді кәдімгідей баяғы өкпе реніштің барлығы ұмытылып енді. Давай қайтадан бастайық, отношениені бастайық деп сөйтіп біраз жүріп енді, бір жарты жылдай жүріп енді ақыр соңында 19 жасар Дәке 25 жастағы Моляға үйленеді енді. Сөйтіп үйленгеннен кейін де неке түнінде Моля Дәкеге мен негізі ол жігітпен болмап едім, мен негізі қызбын деп оған шындықты айтады енді. Дәке енді бұл сөзіне қуанып кетіп кәдімгідей сол неке түнін жақсы өткізіп енді екеуі болашақта өбірлі-шүбірлі болып, кәдімгідей балалы шағалы болып бақытты ғұмыр кешеді енді. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал енді біз видеомызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.